Сәлем достар, сіздермен бірге Ернар Алтынбек. Бүгінгі видео қызықты болмақ. Себебі кассалық табысы көп 25 франшизаның ішіндегі ең қызықтыларын тізбектеп беретін боламыз. Ендеше барлықтарыңызға сәлем, мен видеоны бастаймын. Негізінен фильмнің қалай бұл жерге кіргенін білмеймін, әйтеуір фильм өте қызықсыз. Тіптен ең жоғары балл жинаған және де ең алғашқы фильмі болған Сумеркидің өзі бар жоғы 59%-дай ғана жинаған. Бұның өзі тым нашар, ал кино франшизаның өзі 52% болып біздің соңғы орнымыздан көрінді. Франшизаның ең кереметтері деп ең алғашқы екі киносын ғана айта аламын. Тіптен екінші киносы Оскар номинациясына алынған болса, қалған фильмдері тіптен жағдайлары нашарлап кетті. Үшінші фильмнен кейін кассалық табысы көбейіп кеткеннен соң кино режиссерлары қайта-қайта түсіргісі келді деп тұрмын. Алайда олар киноның қызықтылығына аса қатты мән бермепті. Тіптен 4-ші бөлімі Золотая малина алған. Бұл кинофраншиза 20 жылдан уақыт шығып келеді. Алайда уақыт өткен сайын кино көп ақша жинағаннан өзін ұстай алмай тым нашар фильмдерін түсіріп кетті. Соның салдарынан көптеген көрермендерінен айырылды, франшиза қызықсыз болып кетті. Оған мысал ретінде осы жақында шыққан Мұз дәуірінің жаңа бөлімін алып қарауға болады. Бұл бөлімі қызықтылығы жағынан да, кассалық табысы жағынан да сәтсіз аяқталды. Мың 1993 жылы Мир юрского периодының трилогиясы шыққаннан кейін ары қарай жалғастырмай-ақ қоюға жетеді. Алайда Парк юрского периода деп 2015 жыл қайттан түсіруді бастағаннан кейін франшизаның қызықтылығы да, кассалық табысы да уақыт өте келе түсуде. Сол себепті франшиза соңғы орындарда көрінді. Өз басым Форсаж фильмін көрмегем, алайда Форсаж фильмін 5-ші немесе 7-ші бөлімінен аяқтау қажет еді. Алайда уақыт өткен сайын Форсаж шыға беруде. Дәл қазір кезде 10-ші бөлімі шығуда. Бұл өз кезегінде көрермендерді шаршата бастауда. DC кино ғаламы, Marvel кино ғаламының жолын қуғысы келгенімен, дәл қазір кезде жағдайы тіптен қиын. Әрбір шығарған кинолары сәтсіз аяқталуда. Алайда өздерінің көп фильм шығаруының арқасында осы кассалық табысы көп франшизалардың қатарына кіре алды. Кариб теңізлерінің қарақшыларын алғашқы 3 бөлімі керемет шыққан, тіптен 2-ші бөлімі 2006 жылы ең жақсы визуалны эффект атты Оскар сыйлығын алған. Алайда 4-ші және 5-ші бөлімдері көпшіліктің көңіліне ұнамай, соңында кино осы 19-ші орында көрініп отыр. Мультфильм орташа баға алғанымен, көрермендер арасында кассалық табысы көп болды. Және де Оскарды да алды. Шамасы қалай Оскар алу кереккен осы мультфильмнің режиссерларынан үйрену керек сияқты. Кристиан Бейлдің рөліндегі Бэтмен трилогиясы ең керемет трилогия, ең керемет франшизалардан бірі болғанымен, Бэтменнің басқа да бөлімдері бар. Мысалға 60-шы, 80-шы, 90-шы, тіптен 70-шы жылдарда шыққан фильмдері де бар. Алайда ол фильмдері көпшіліктің көңіліне ұнамады. Сол себепті бұл
Film tым төмен орындарға түсіп кетті. Егерде 60-шы, 70-шы және сол кездердегі фильмдер түсірілмегенде, бұл фильм тіптен топ 3-ке кірер ма еді? Тор алғашқы және екінші онымен бірге жақында шыққан 4-ші бөлімдерінің барлығы аз бағалған емен, 3-ші бөлімі жарады. 79,6% көрермендердің қошеметіне бөленіп, сонында фильм кішкентай дегенде жақсы фильм дегендердің қатарына қосылды, яғни 70%-ға дейін жетті. 15-ші орын X адамдар. Тағы да бір супергеройлар жайлы франшиза. Надо сегодня вздрачнуть. Шамамен Джеймс Бонд 60 жыл бойы түсіріліп келеді, және де 30-дан астам фильм шыққан. Алайда 30-дан астам фильмді бір адам жайлы түсіру үнемі жақсы бола бермейді. Кейбіреулері нашар шығуы мүмкін, кейбіреулері керемет шығуы мүмкін. Алайда 30 фильмді бір адам жайлы түсіріп орташа баға алу, бұл мен керемет деп айтушы едім. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. 13-ші орын Аш ойындар. Аш ойындар. Орыс тілінен аударғанда Голодные игры. Фильмнің алғашқы 2 бөлімі тамаша шықты, және де жақында шыққан 2 бөлімі орташадан сәл төмен фильмдер болып шықты, және де тағы да жақында 1 бөлімі шықпақшы. Негізінен фильм тұрақты түсірілген, ешқандай да жаман сценалары жоқ, өте жақсы түсірілген деп айта аламын. 12-ші орын Marvel кино ғаламы. Marvel кино ғаламы рейтингіне қарайтын болсақ, Аш ойындармен бірдей болыпты, алайда мен Аш ойындардан жоғарырақ қойдым. Себебі бұл франшиза кассалық табысы жағынан да, ең үлкен франшиза ретінен де, ең күрделі франшиза ретінде де көпке танымал. Сол себепті мен бұл франшизаны жоғары бағалаймын.